Сәлеметсіздер ме? Мен Бекетова Салтанат Нұралықызы, Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Қызылқайнар ауылының Жас өркен орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Қазіргі таңда 7-ші А сынып жетекшісі боламын. Өмірлік ұстанымым даналар сөзі. Адамның үш ісі абыройын асырады. Қуан далаға қазылған құдық, өзенге салынған көпір, жол бойы егілген ағаш. Ендеше менің құдығым білімім, көпірім ұстаздық өмірім. Ал ағашым болса білімді, тәрбиелі шәкірттерім. Ұстаз ұлағатты есім. Ұстаз емес, өз шәкірт үшін күймесе. Шәкірт емес, өз ұстазын сүймесе деп даналарым айтқандай. Адам қанша жыл өмір сүрсе де, қандай іспен айналысса да, өміріндегі ең ұмытылмас сәттер болып, мектепте өткізілген уақыт қалатыны рас. Мектеп білім айдындағы үлкен кеме, ал мұғалім оның ішіндегі сынып жетекшісі. Осы қоғамдық орында ата-анамен ынтымақтастықта байланыста жұмыс жасап жүретін негізгі адам ол әрине сынып жетекші. Сынып жетекші Жас өркен орта мектебінің қазірде 7-ші А сынып оқушылармен жетекшілік етіп келемін. Жетекшілік еткеніме көп уақыт өтпесе де, өз сыныбыммен бірге жүріп, әрқайсының міндетін, жақсы жақтарын көре білдім. Қазіргі таңда өз сыныбымды мақтан тұтамын. Өйткені олар әр уақытта мектепшілік ұйымдастырған іс-шаралардың белсенді мүшелеріне айналды. Сыныбымда 20 оқушы бар. 14 ұл бала, 6-ы қыз. Барлығы шеттерінен өнерлі. Көптеген аудандық, облыстық, мемлекеттік дипломдармен марапатталуда. Ұстаздық жолда менің түйгенім бала нәзік тамшы, ең адал, пәк мінезді турашыл. Айтқаныңды бұлжытпай орындайтын, сенімшіл, болашаққа ақиқатпен қарайтын нәзік жан. Шәкірті адал, әділ болса, ұстаз озады. Сынып жетекші кім болса, шуағы шәкірттері емес пе? Ол шуақ мәңгі баланың жанында жылу беріп, ақыл беріп тұратынын сезіледі. Алда алар асуымыз, бағындырар белестеріміз өте көп. Алдағы уақытта бірлігіміз нығайып, биік белестерді бағындырамыз. Ат басындай алтынға ауыстырмас, ол менің мамандығым, ұстаздығым, сыныбым, мақтанышым ұландарым, есі болашақтың қырандарым. Болса да сәл тентектеу әрі ерке, жайқалған жас қайың ғой шынарларым. Кенжесі әрбір үйдің еркетайы, тұңғышы тағы да бар гүлдей жайнап, ата әже мәпелеген немерелер. Барлығы біздің алдымызда өсіп келе жатқан келешек ұрпағымыз бе?